Баршаңызға сәлем. Бүгін жексенбі. Баламды әпкеме тастап, негізі ол ұйықтап жатыр. Өзім орталық саябаққа, дәлірек айтқанда триатлон паркке серуендеуге шықтым. Ауа райы керемет, аяз бар. Қыс осындай болу керек. Аяз да болу керек. Жүргенде қар сықырлау керек. Ауа таза, қар әппақ болу керек. Биыл қыс маған ұнап жатыр. Былтыр қыс мұндай болған жоқ. Енді бір айдан кейін көктемде келеді. Қыстың көрінісі керемет. Мынау триатлон паркке апарар жол. Мен триатлон паркке де келдім. Бұл жерде қысқы спартакиада өтейін деп жатыр екен. Және осы жерге бірнеше киіз үй құрылыпты. Мені қызықтырғаны, тартқаны, еліктіргені мына түтіннің иісі, соған қарай жүре беріппін ғой. Түтін дегенде енді Құдай өрттен сақтасын. Ауылда өстік қой, тамақ істеу үшін от жағамыз ғой, міне шіркін соның иісі. Қарасам екі үлкен қазан, өздеріне тамақ істеп атқан болар. Жарайды, мен ренжімеймін, асқа қарай алмаймын дедім да кері қайттым. Содан алыстан медальдарды көріп келіп, мына кісілердің мазаларын алып сұрақ қойдым. Жастардың арасында да? Жоқ, равный вагонство. Кім өткізіп жатыр? Самұрық-қазына. Это между нас компаниями, сотрудниками нас компании. Сотрудники. Казатомпром, Казпочта. Компаниялар ғой, иә? Компаниялар. Түсінікті, рахмет. Сәттілік бәріне. Жас келген сайын фотоға, видеоға өзіңді түсірмейсің, айнала табиғатты түсіріп қуып кетесің деген шын екен. Мына ағашта қатқан тамшыларға дейін қызығып видеоға түсіріп жатырмын. Мына қардың сықырлаған қызық көріп, бір өмірде қар көрмегендей, соны видеоға қайта түсіре беріппін. Өзімді фотоға, видеоға түсірмеудің тағы бір себебі соңғы жылдары, әсіресе соңғы 1,5 жылдың ішінде 20 кил қосып алдым. Ал мен өзім солай ойлаймын, енді өмір бойы сымбатты болған адаммын. Және осы паркке келудің басты себебі серуендеу, қимылдау, сол арқылы артық салмақтан арылу. Негізі мен бұрын жүгіретінмін. Қазір артық салмақ қосқалы жүгіру оңай емес. Ауыр салмақпен жүгірген ағзаға, буынға зиян деп жатады. Осылай бірте салмақ тастап, денем шамалы болса да жеңілдегеннен кейін ол кезде күнде жылиды. Сол кезде ғана жүгіруді қайта бастамақшымын. Қасымнан денесі ықшам, шағын қыз жүгіріп өтті. Шіркін, бізде сондай денеміз артық салмақсыз болса екен, өйткені артық салмақты көтеріп жүрудің өзіне күш кетеді. Сонымен паркте біраз жаяу жүргеннен кейін үйге келдім. Үйге келсем, әпкем ет асып қойыпты. Жылқының семіз еті. Менің ойымша, еттен адам семірмейді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Айтпақшы, үлкен әпкемізді де қонаққа шақырдық. Сонымен әңгімелесіп отырып ет жедік. Бас амандық болсын. Аязды күндері, қыста, енді қалай ет жемейсің, Күнде жеп атқан жоқ, біз осындай демалыс күндері ет жейміз. Бәрімізге ас болсын, жандарым. Ет жеп алғаннан кейін бізге дамыл бар ма? Баланы ем шарасына апардық, одан шыққаннан кейін саябаққа келдік. Енді баланы да серуендету керек қой. Қараңыздаршы, қандай әдемі жер, айнала ағаш, балалар коньки теуіп жүр, бомба құратып бірдеңе пісіріп жатыр. Мына жерлерде кафелер орналасқан. Мына жерде горка бар екен, баллондарды жалға береді екен. Балам жаңағы баллонға жабыспай ма? Содан ақшасын төлеп, енді горкаға мінер кезде балам қорқып мінбей қойды. Міне әпкем айнала мінгізем деп алдап жатыр. Арлантайым болмады. Сонымен баллонды қайта апарып тапсырдым. Жарайды, ақшасы садақа деп. Міне осындай қызықтар өмірімізде жиі болып тұрады. Қорқатыр. Какая красота!
Давайте остановим, детка. Сонымен жарайды деп, саябақтың ішімен таза ауада жаяу жүріп, үй жаққа қарай тарттық. Серуен көпірінен өтіп бара жатып, таңертең ешкім болмаған жерде толып жүрген адамдарды көрдім. Бала, шаға, у-шу. Ей жандарым, әрқашан осылай аман болып, қуанып жүре беріңдер. Міне біздің демалысымыз осылай өтті. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет айтам.